Сәлем достар, бұл ревью біз бастаймыз. Ақбота кетті. Кешудің жаңа құрамына болжамдар жасалуда. Girls Band'тың кезекті әншісі кім? Келін көйлекпен елді елеңдеткен Санда Ақбосаға аттауға ниетті ме? 7 жылдық келісім шарттың күші қайда? Ким Кардашьян жұбайын табысы жағынан шаң қақтырды. Отандық жұлдызды жұптардың арасында мұндай бәсекелестік бар ма? Бірінші сыныптың сұрағына жауап бере аласыз ба? Қазақстанда қызыл кітапқа енген құстарды білесіңдер ме? Жоқ. Америкалықтар рэп арқылы ғылымға қалай үлес қосудың жолын тапты. Кешеуден Ақбота Сейтмағамбеттің кезетінін естіген топтың тыңдармандары Girls Band'тың 3-ші әншісіне лайықты аруды іздеп, болжам мен жорамалдарын жасап жатыр. Қош болу күндеймін, қоштасуда заңдылық. Иә, қоштасу заңдылық. Енді кешуден кеткен Ақботаның ордын кім басады? Бүгінде Қытайдың Сиань қаласындағы Ұлы Жібек жолы елдерінің мәдениеті фестивалінде жүргенін хабарлаған қыздар тобы Инста парақшасында алғашқыда Жұлдыз бен Балжанның ғана суретін жүктеп, сәл уақыттан соң жүздерін жасырып, 3 ару қатар түскен. Girls Band'тың бұл жұмбақ фотосындағы әншіні желі қолданушылары лашындық Элизат деп болжаса, екінші тарап бейтаныс бойжеткен Лүпіл тобындағы Назым Әбілдина деп топшылаған. Өз аккаунтындағы посттарды өшіріп, жуырда деп жалғыз ғана жазба қалдырған Назымның кешуге келуі ықтимал. Ал Лүпіл дуэтінің солисі Еркеш Хасен қазіргі таңда жеке әншілікті қолға алып жатқан көрінеді. Ресми түрде, дәл қазір ән таңдап жатырық біріншіден. Екіншіден 18 күні алғашқы әннің дыбысының жазылуы өтеді. Дәл қазір аранжировкасы әрлеуі дайындалып жатыр. Назым кешуға кетемі. Ондай сұрақтар негізі осы 2 аптаның көлемінде маған аспаннан жауды. Ақботаның тосыннан тұрмыс құруы кешудің құрамына өзгеріс әкелсе, соңғы кездері келін көйлектегі суретін желіге жиі жүктеген Сандада оқырмандар санасын сан-саққа жүгіртті. Сонымен отандық шоу-бизнес жақында тағы бір аруды ұзатады ма? Серікқазы Аязбаев біліп көрді. Санданың продюсермен жұмыс бастағанына биыл 3 жыл толады. Ерек Тастенбековпен 7 жылға келісімшартқа отырған әнші соңғы кездері әлеуметтік желідегі оқырмандарын таңырқатып жүр. Бастапқыда бейтаныс жігітпен түскен мына видеосын жарияласа, күні кеше тағы да ақ көйлек киген Санданы көрдік. Алайда Инстаграмдағы посттардың бірі арнайы әлеуметтік ролик үшін таспаланса, соңғысы фотосессиядағы кадрлардың бірі екен. Продюсер мен жоба арасындағы келісімшарттағы талаптарға біз де бағынамыз. Ол жерде белгіленген уақытқа дейін тұрмысқа шықпау және балалы болмау жайында тармақтар бар. Ақ көйлек киген әнші қыз жақын арада тұрмыс құруға қамданып жатқан жоқ. Ал өмірлік жартысын жолықтырған жағдайда Тастенбеков түсіністік танытады деп тұжырым жасауда. Егер мен сүйіктімді жолықтырсам, маған продюсерім рұқсатын береді деп ойлаймын. Бірақ дәл қазір көңіл жарастырып жүрген жігітім жоқ. Продюсері де бұл сөзді растап отыр. Бірақ Ерек Тастенбековтің де жобасына қояр өз талабы бар. Тұрмысқа шықтым екен деп жұмысты естен шығаруға болмайды. Ал отбасылық өмір кедергісін келтіретін болса, бірден келісім шарттағы талаптар мен өтемақысын төлейтін болады. Отандық шоу-бизнестегі продюсерлердің талабы сан түрлі. Мәселен, өткен жылы шоу-бизнеске қадам басқан Рензо тобы Алуа Қонаровамен 5 жылға келісім шартқа отырған. Продюсердің ұсынысы бойынша төрттіктегі жігіттер белгіленген уақыттың мерзімі аяқталмай, қызға сырға сала алмайды. Контракт жалпы 5 жылға ол бойынша енді ол жерде майда шүйделер көп, бірақ жалпы үйленуге болмайды деген ондай бар. Серікқазы Аязбаев, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Әртістер мен продюсерлер арасында түзілетін келісім шартқа әлеуметтік желідегі жарнамаға қатысты тарауда қосылуы қажет шығар. Себебі бұл да жұлдыздардың тұрақты табыс көзіне айналған. Бірақ беделі үшін бейқамдық танытатынды қалай? 100 мың оқырман қосымша табыстың жарнама жасау хақындағы қарша бораған ұсыныстардың кепілі. Әртістердің түгелі дерлік әрі қалтаны қалыңдатып, әрі тегін қызметті пайдаланып қалуды қалт жібермесе керекті. Тек тырнағын алдырғаннан бастап беттерін тазалағанға дейін ел талқысына салу медиа тұлғалардың беделіне сайма. Ағалан жоқ, бұл салонмен жұмыс істеймін. Салонмен, бартермен жұмыс істеймін. Олар маған кәдімгідей бір
айына осындай неге услугалар жасайды. Біз неге жасамау керекпіз маска мысалы? Бізде бетімізді күткіміз келеді. Бізде мысалы 40-та 50-ге келгенде жақсы көрінгіміз келеді. Миллионнан астам оқырманы бар жұлдыздың фейк дүкендерді жарнамалағаны көңілімді құлазытады. Танымал болғандықтан ел алдында жауапкершілігінің барында ұмытпау қажет. Болмашы дүниеден пайда көргісі келетін біздің жұлдыздардың 70%-ын әлеуметтік желіде өшіріп тастадым. Өзге тыңдарманын да солай жоғалтады. Әрине, дене бітімін баптап, бет әлпетін күту әркімнің ақ өз шаруасы. Бірақ қалыптасқан имиджіне кір келтіргісі келмейтін жұлдыздар да баршылық. 3000 теңгелік көз бояуын жарнамалап, Инстаграмда бір ғана пост жазуға қыруар қаржы ұсынды. Бірақ арзан дүние беделімен нұқсан келтіреді. Ертең оқырмандарым арасында сапасыз нәрсе қолданады деген пікір қалыптасады ғой. Әр затты зерттеп, мұқият танысып болған соң ғана жарнамалауға келісімімді беремін. Өйткені тыңдармандарымның көңілін қалдырып алудан қорқамын. Дегенмен айқында ел пікірі толғандырмайды. Қанша сынсадағына іліксе де, жарнаманың шарапатын көруден тайынбайтынын алға тартады. Иттер үрет, керуен көшет дейді ғой. Адамның ойына байланысты, адамның ойы жаман болса, сөзі де жаман болады. Кем дегенде бір $200, $150 несін бір фото салған үшін алады бартермен. Ол кәдімгі эконом. Қымбат бір бутик болса, қымбат нәрсе сататын, әрине оларға қымбатырақ сұрайсың. Имидж жұлдыздардың бас қаруы. Ел алдында беделім түспесін десең, жарнаманы өзің қолданатын дүниелер арқылы ғана жасау қажет. Оның үстіне сен қолданатын зат неғұрлым бағалы болғаны дұрыс. Адема Сейфулла, Никита Хасанов, Руслан Хасанов, Ревю жаңалықтары. Ким Кардашьян жұбайы Каниге қарағанда шамамен 3 есе көп табыс табады. Forbes журналы сарапшыларының бағалауынша жұлдызды отбасының жылдық түсімі $122 миллион құрайды екен. Ал отандық жұлдызды жұптардың арасында мұндай бәсекелестік бар ма? Атақты рэпердің жаңа альбом шығарып, гастрольдік сапарлар мен сәнді киімдер топтамаларының сатылымынан түскен түсімі 17,5 миллион болса, ал осы мерзім ішінде Kanye West'ің жұбайының Ким Кардашьян Голливуд деп аталатын мобильді қосымша мен Instagram желісіндегі парақшасында жариялайтын жарнамалық посттарынан түсетін жалпы табысы 51 миллионды құрап отыр. 2015 жылғы желтоқсанда екінші рет ана атанған сылқым танымалдылығын қазіргі күнге дейін жоғалтпақ емес. Дәл осы жылы қазақ шоу-бизнесінің жұлдызды жұптар қатарын Асыл тобының әншісі Ғалия мен джаз әншісі актер Әлен толықтырған болатын. Үстіміздегі жылдың көктемінде бірі аналық және әкелік бақытты алғаш сезініп тұңғыш сәбилерін құшақтарына алды. Ал бұл жұптың отбасында табысты кім көп табады? Мен. Ну да. $1 миллион. Давайте мы, наверное, его оставим. Аталмыш жұптың отбасылық қаражаттары ортақ па, әлде өзара бәсекелестік көрініс табады ма? Бізде ортақ, иә. Енді қазір мен ана болып атқаннан кейін кішкентай балапанымыз бар. Қазір енді бұлай жұмыс жасамайым, сахнаға шықпай жүрмін. Менен қазір енді мен жақтан қаржы келмей жатыр. Қаржының бәрі біздің отағамыздан. Ассалаумағалейкум, кеш жарық қадірменді бүгін. Ой, не болды апа? Не? Өзіндік ерекше стилімен елге танымал әзіл театрына өнер сүйер қауымның ыстық ықыласының суымағаны анық. Сахнадан сан алуан тақырыпты әзіл қалжың айтып, көбінесе әйел табиғатының ерекшелігін Қайрат Әділгерейұлы қаузайтыны барлығымызға мәлім. Қазір тоймен жаңа күн көреді. Қазір долларды айтуға жұрттар қорқады. Сондықтан енді теңгелей қарағанда сол 400-500 мыңның ар жақ бер жағы. Отандық шоу-бизнесте тапқан қаржысы жағынан көш басында тұрған жұптар Беркут пен Аиша, Қыдырәлі мен Қарақат, Арман мен Аша, Жанболат пен Жазира. Ал қазақстандық Forbes түзген жаңа рейтингке шоу-бизнес өкілдерінен тек Дауыл Шайхисламов ғана еніпті. Шоуменнің 2016 жылғы табысы $750 мың құраған. Яғни Дауыт жұбайы танымал журналист Дана Орманбаева қарағанда табыстырақ екен. Дегенмен отандық жұлдыздар қандай жағдайда болмасын, отбасылық құндылықты жоғары қойып, табыстарын бөліп жармайтынын жеткізді.
ақш-тың беделді университеттерінің бірі хип-хоп бағытындағы Outkast атты белгілі топтың шығармашылығын арнайы оқу курсына айналдырмақшы. Бұл идея авторы әдебиет профессоры Регина Брейдлидің мақсаты. Рэп жанрының саяси пікір айту құралы бола аларын көрсету. Outkast тобының шығармашылығын ғылыммен ұштастырудың астарында үлкен еңбек жатқанын аңғарасыз. 6 мәрте Грэмми марапатының лауреаты атанған бұл ұжымның туындылары әдебиет саласының профессорын бекер қызықтырмаған. Олар қара нәсілді жандардың кедейшілігі, сауатсыздығы мен саяси қысымға түсуін тректеріне сәтті арқау ете білгенімен құнды. ақш-тың Джорджия штатындағы Армстронг мемлекеттік университеті енді Outkast тобының шығармашылығын арнайы дәрістер ретінде өткізеді. Бұл идеяны дүниеге әкелген Африка-америкалық әдебиет профессоры Регина Брейдли. Outkast G-фанк және классикалық соул жанрларына негізделген оңтүстік хип-хоп бағытындағы рэп-дуэт. Рэперлер Атланттық хип-хоп мектебінің жолын жалғаушылар. Олар оңтүстік агрессивті рэп жанрына оптимистік үн алып келген ерекше ұжым саналады. Бұл рэп өкілдері 2014 жылға дейінгі есеп бойынша 25 миллионнан астам альбом сатқан. Сондай-ақ бірнеше беделді музыкалық басылымдардың мақтауына лайық деп танылған. Олар шырқаған нәсілдік теңсіздік пен әлеуметтік саяси өзекті ойлар топ еңбегінің ғылыммен ұштасуына жол ашты. Жер бетінде ұлттық және патриоттық сарындағы музыканың мәдениетті қалыптастыруға үлесі зор деп саналады және олар зерттеледі. Ал рэп мәтінінің мазмұнын университет қабырғасында оқыту әлемдік тәжірибеде бұрын соңды болмаған үрдіс. Серік Ноянбайұлы, ревью жаңалықтары. Қызыл кітапқа енген құстарды білесіз бе? Жарайды, сіздің бұл сұраққа жауап беруіңіз әбден мүмкін. Ал енді осы сауалды балаңызға қойып көріңізші. Себебі бұл сұрақ сізге емес, бірінші сынып оқитын бүлдіршініңізге арналған. Ал түстерді енді ажырата бастаған 6 жасар балаға қызыл кітап жайлы сұрақ қою қаншалықты миғасият? Қазақстанда қызыл кітапқа енген құстарды білесіңдер ма? Жоқ. Қозғалыс траекториясын білесіңдер ма? Жоқ. Ғалымдардың айтуынша бала санасы жаңа ақпаратты қабылдауға келгенде мүлдем мүдірмейтін көрінеді. Айтылғанды лезде қағып алатын вундеркинд бүлдіршіндер де сол себептен жастайынан көзге түседі. Алайда мына сұрақтарды көрген бастауыш сынып оқушыларынан бұрын ата-аналарының өзі де жауабын таппай дал болды. Өте қиын. Мысалға қазір мен мына бірінші сыныптағы баламның өтіп жатқан программасы екінші сыныптың екінші тоқсанында кездесетін сұрақтар. Ол деген, білмеймін, кішкентай балдарымызды вундеркинд қып шығарайын деп жатыр ма? 11-ші классқа жүріп біздің балдарымыздың басы жарылып кететін шығар деп ойлаймын мен. Ата-ана назының да жөні бар әрине. Дәл осындай наразылықпен ғаламторда күні кеше Салтанат Тәжиева атты қолданушы білім және ғылым министрлігіне арнайы бейнехат жолдаған болатын. Бірінші сыныпта оқитын ұлының оқулығын көрген ана аузына сөз түспей абдырап қалған. Ішіндегі сұрақтар баланы түгіл ата-аналарын ойландыратын оқулықтың басылған жерінде арнайы іздеп бардық. Алайда тілшілерді көре сала тілсіз қалуды ұйғарды баспагерлер. Көптің пікірі ұштасқан бұл оқулықтар жайлы ұстаздар не айтады екен? Оқулықты өте қиындық жақтары бар деп, өте көп деп айта алмаймыз. Жалпы балаларды оқытып, дамытып жатқан кезде жаңалықты көп үйрену болып жатыр. Сондықтан әрбір балабақшадан дайындықпен келіп жатқан балалар, сондықтан көбіне балаларға ондай қиындық туғызады деп ойламаймын. Ақпараттың ауқымды заманында бүлдіршіндердің де өзі білімге құнығып жатса, нұр үстіне нұр. Бәсекеге қабілетті ұрпақтың бастамасы осыдан басталады. Ал саналы қазақтың баласын осындай саналы кітаптар ғана тәрбиелейді дейді ұстаздар қауымы. Ықылас Тұрсынбек, Руслан Хасанов, ревью жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Ал біз сіздермен қоштасамыз, көріскенше аман сау болыңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған Изабель Гарсия бренді.